Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достарым. Сіздерді осы тегін сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге қазіргі заманда өте актуальны болып жатырған тақырыпты қозғаймын. Және де маған көмегін тегізген, мені байытуға көмектескен бір техникамен осы видеоның соңында бөлісем. Обязательно видеоның соңына дейін қараңыздар. Прям осы бір қысқа ғана видеоның өзінен сіздің өміріңіз 180 градусқа өзгеріп кетуі мүмкін. Бәрі де мүмкін, Алла тағалаға мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Сол себептен де мұқият тыңдасаңыздар екен деймін. Ең алдымен, давайте мен өзімді қысқаша таныстырып кетейін, я. Өйткені жаңадан қосылған адамдар да болуы мүмкін, мені танымайтын. Менің есімім Гүлжанат. 2017 жылдан бері YouTube каналын жүргізіп келемін. Алтын батырма иесімін. Осы қазақ тілді контентте қыздардың ішінде алтын батырма алған ең алғашқы қызбын. Ай сайынғы табысым кемінде 1 миллион теңге. Алланың қалауымен хәл тану курстарын өткізіп, көп адамдардың өмірінің жақсы жаққа өзгеруіне, көп табыс табуына, ақшаны оңай келуіне септігін тигізіп жүрген қарапайым қазақтың қызымын. Бүгін сіздерге енді осы мақсатқа жетуге, көп ақша табуға, ақшаны оңай келуі үшін біз не істей аламыз? Қандай нәрселерді біз өзгертуіміз керек? Маған не нәрсе көмектесті? Сол туралы сіздермен бөліскім келеді. Енді тақырыпқа көшейік. Мақсат қоясын. Көп ақша тапқым келеді деп мысалы мақсат қойдық. Үй алғым келеді деп мақсат қойдық да. Бірақ сол мақсатқа жетуге, оказывается, біздің ішіміздегі хәл қатты кедергі болуы мүмкін екен ғой. Біз ойлаймыз ғой, мысалға үлкен үй алғым келеді, я, мысалға менің арманым бар делік. Осы Астана қаласынан, бизнес класстан, левый берегтен 5 бөлмелі, прям 180-200 квадратты үй алғым келеді деген мысалы мақсатым бар дерік, я. Бірақ ол мақсатқа қарай мен әрекет етемін, вроде жаңа курстар сатып алам, білімдер сатып алам, әртүрлі бір жаңағыдай техникалар жасайм, тағы бір нәрселер жасайм да, ақша табам, соған қарай жұмыстар жасайм. Бірақ оказывается, ол нәрсе жеткіліксіз екен. Ең бірінші адам өзінің ішіндегі хәлін реттеу керек екен. Бірінші орында, бүкіл нәрседе қандай да бір жетістікке жеткіңіз келе ма, қандай да бір мақсатыңыздың орындалғанын қалайсыз ба, ең бірінші ішкі хәліңізді өзгертесіз, потом соған қарай сіздің сыртқы хәліңіз өзгереді екен. Енді қараңыздар, ішкі хәл дегеніміз не? Соған тоқталып кетейін. Ішкі хәл дегеніміз адамның ішінде түп санасында бізге көзге көрінбейтін, сразу білінбейтін, сезілмейтін бір адамның ішінде бір программалар болады екен. Түп санасында әртүрлі программалар болады. Мысалы, қорқыныштар, күмән, өз-өзіңе сенбеу, өзіңді просто қабылдамау, немесе Алла тағала туралы бір жаман ойларда болу, типа маған бермейді, ол маған сараң деген сияқты. Неше түрлі адамның миында шексіз сондай программалар болады екен. И ол сол ішкі хәлді, сен ішіндегі программаларды өзгертпейінше, жаңағыдай мақсатқа жету өте қиын болады. Ол туралы тіпті Құранда келеді, Алла тағала айтады да, көп аяттарды айтады, сол осы мағына көп жерде келеді негізі аят хадистерде. Алла тағала айтады, мен сендердің сырт келбеттеріңе қарамаймын, мен сендердің іштеріңе қараймын, ішкі хәлдеріңе, яғни жүректеріңе қараймын дейді. Мысалға біз күнде дұға тілейміз, тахаджудке тұруымыз мүмкінбіз да, Аллахым, маған сондай үлкен үй берші, күшті көлік берші, осындай мақсатыма жеткізші, мені осындай жаңағыдай шетелге шығаршы, осындай да осындай деп дұға тілейміз. Бірақ ол дұғамыз қабыл болмай жатады, я. Не себептен десеңіздер, ойламаңыздар, что дұға тілеу деген ол тек қана сөзбен, осы айтып қоя салу деп. Жоқ, оказывается, біз ішкі хәлімізбен де бір дұғалар жасайды екенбіз. Мысалы, қараңыздар, мен үй алғым келеді делік, я. Үй алғым келеді. Бірақ ол үй алуға мен ішінде қорқыныштар болса, мысалға қандай қорқыныштар болуы мүмкін? Егер мен сондай үйге көшсем, осындай күшті болып, жаңағыдай, білмеймін, мақсатыма жетсем, вроде мен ақылыма салатын болсам, это же классно, это же круто, мен я күшті үйде тұрып жатырмын, өзімді комфорт создавать еттім, осындай да осындай. Бірақ менде түп санамда көзге көрінбейтін, жүрегімнің түбінде жатқан бір какой-то қорқыныштар болуы мүмкін. Мен оны бір техникамен жасап анықтаған кезде, менде мынадай қорқыныштар пайда болған екен, оказывается. Ол үйді алу үшін, мысалы, мен алғым келетін үй 300 миллион теңге тұрады примерно, я. И ол үйді алу үшін менде мынадай қорқыныш бар.
яғни ол үшін көп жұмыс жасауым керекпін. Ол көп жұмыс жасасам, мен шаршап қалам, выгоранияға түсем, қатты стрессовать етемін, қиналамын. Ол 300 миллиондық үйді алу үшін мен өзімнің қазір тұрып жатқан үйімді сату керекпін. Ол үйді сатып, жаңағыдай первоначально взносқа ана үйге құю керекпін. Уақытша арендада тұру керекпін. Арендада тұру маған ұнамайды. В общем, именно көшуде мен қиналып кеткен бар. Бүкіл заттарды барлығын басқа үйге көшіріп, апару. В общем, осындай менде неше түрлі ішімде қорқыныштар, что ол үйді ала алмай қалам, маған ала бермей қалады деген ең бірінші үлкен қорқыныш осындай болыпты. Екінші қорқыныш, ол үйді алу үшін міндетті түрде мен осы үйді сату керекпін, қазір тұрып жатқан үйімді. Потому что енді анау қомақты сумма ғой, оны қайдан аламын? Бірінші маған ой келіп тұр, осы үйді сату керек. Ол үйді сату оңайға соқпайды. Қазір кризис заманы, қазір жаңағы рынок тұрып қалды, үйлер сатылмайды деген менде ойымда установка бар екен, миымда программа тұр. Үшіншіден, ол егер мысалы тұрып жатқан қазір үйім сатылып кетсе, мен арендаға үй іздеу керекпін. Арендаға үй іздейтін болсам, мен жаңа садиктің қасынан табу керекпін, мектептің қасынан табу керекпін. Ол оңай емес. Мен қалайтын арендадағы үйлердің барлығы кемінде 700 мың теңгеден басталады. Вот реально бар ғой, менің районымда арендаға берілетін 3-4 комнатты үйлердің барлығы 700 мың теңгеден басталады. Ол 10 айға минимум, сен мысалы жалдайтын болсан, уже 7 миллион теңге. Менде ішімде, неше түрлі сондай күмәндар, сезімдер, неше түрлі аралас екен да. Ішкі халімде сондай нәрселер болған екен. Техниканы жасаған кезде соны анықтадым. И получается, білесіздер ма, мен ішкі халімен қандай дұға жасап жүрдім Алла тағалаға. Оны өзім осознавать етпейтінмін, оны өзім білмейтінмін, түсінбейтінмін да. Оказывается, мен мынадай дұға жасап жүріппін ішкі халімен. Я Аллахым, маған берме, мен қалап жүрген 300 миллион тұратын үйді маған берме, потому что мен қорқам, ол үйді алу үшін мына үйді сату керек, мен көшкім келмейді, мен көшу үшін жаңағыда арендада тұру керекпін, көп ақша тауып жұмыс жасау керекпін, одан мен шаршап қалуым мүмкінмін, ол үйім бәрібір де сатылмайды деп, мен неше түрлі сондай кері дұға жасап жүрген екенмін. Маған ол үйді берме деген дұға жасап жүрген екенмін да, оказывается. Көпшілік адамдарда сондай нәрселер бар. Адамдар өздері білмейді. Просто бір қарапайым сіздерге мысал айтайыншы, не обязательно бір үлкен мақсатқа қатысты болуы мүмкін, не обязательно да. Мысалға мен жақында өзімнің баламды, кіші баламды садикке орналастырдым, бірақ балабақшаға балам бірден орналасып кетпеді. 2 айдан кейін ғана үйренді. Ең бірінші вообще бір басқа балабақшаға беретімін. Жылап, көгеріп кеткенше жылап, сол садикке үйренбейтін, да. Қатты мен өзімде стрессовать етіп, уайымдап, қиналатымын. Негізі мен ондай балажан адам емеспін. Мен больше карьераға берілгенмін да, маған жұмыс жасағым больше ұнайды, үйде баламен отырғаннан көрі. Бірақ ана балам қатты енді көгергенше жылап, ана садикке бармайым дегенне, онда жақсы пока что перерыв жасап, ана бірінші садигін ұмытсын деп, сосын барып кішкене бір 2 аптадан кейін новый басқа садикке берді. Оған да үйрене алмай ұзақ уақыт жүрді да. И потом отырып, жаңағы бір техниканы жасадым. Не себептен ол садикке үйрене алмай жатыр? Не себеп, қандай маған вторичная выгода бар, қандай маған тиімділігі бар, чтобы ол садикке үйренбеу үшін маған қандай тиімділігі бар деп, сол бір техниканы жасаймын. Андай нәрсе шығады ғой, прикиньте. Мен енді жоспарымда бар ғой, қазір тұрып жатқан районымнан басқа бір районға көшу, вообще басқа бір районға көшу деген менде жоспарымда бар. Менде андай ой болыпты ішкі халімде. Қазір тұрып жатқан районымда менің балам осы садикке үйреніп қалатын болса, ал маған алдағы уақытта, алдағы айларда көшу керек болады ғой. Көшу керек кезде, онда маған қиын болады. Бір садиктен екінші садикке көшірту, ол ана тәрбиеші апайына үйреніп қалады. Басқа райондағы жаңағыдай садикке ұзақ адаптация болады. Потом мен қиналып қайтадан новый садик іздеп жүрем ба? Я Аллахым, пожалуйста, маған новый осы қазір садикке үйренбей қойсыншы. Потому что новый садикке, болашақта бір басқа районға көшетін новый садикте оған үйрену қиын болады ғой. Поэтому қазір садикке үйренбей қойсыншы Аллахым деп, мен, оказывается, неосознанно өзімнің ішкі халімен сондай дұғалар жасап жүрген екенмін да. Потом соны анықтағаннан кейін сразу бүкіл ішкі халімді өзгерттім. Жаңағыдай өзімнің
ішкі халімдегі дұғаларымды өзгерттім. И вот реально представляйте, менің балам бір күннен кейін реально бар ғой, жаңағы қазіргі барып жүрген садигіне үйреніп кетеді. Өзім қазір тұрып жатқан районындағы садигіне. И вот біз қаншалықты күнде осындай дұғалар жасап жатырмыз. Неше түрлі өзіміздің мақсатымызға апармайтын кері дұғалар жасап жатырған болуымыз мүмкінбіз, понимаете? Маған үйді берме, әйтпесе осындай болуы мүмкін, маған көлік берме, потому что осындай нәрсе болуы мүмкін деп, біздің өзіміздің ішіміздегі қорқыныштарымызбен, күмәндарымызбен, сенімсіздіктерімізбен, Алла тағала туралы дұрыс емес образдармен, в общем, ішкі халмен кері дұға жасап жүрген болуымыз мүмкін. И реально вот мен өзім қасындағы адамдармен, таныстарынан қарайтын болсам, которые көп табыс тапқысы келеді, но почему-то оларда не получается. Арендаға үй алғысы келеді, то есть арендаға жаңағыдай беріп қоятын бір помещение алғысы келеді, да, өзі арендовать етеді. Жаңағыдай болашақта помещение алып, соны арендаға беріп қойғысы келеді, мысалға бір танысым бар. Солай табыс, пассивный доход тапқым келеді дейді. Бір студентім бар, YouTube курсын алады, YouTube'ты бастайды, но почему-то ода не получается. Тағы басқа біреу бар, көлік алғысы келеді, но қанша тырысса да, ақша тапса да, көлігін ала алмай жатыр да. И оларға осындай бір сұрақтар қоям, нақты четкий. И шығады ғой, ішкі халмен кері дұға жасап жүр екен. Маған бермеш ол көлікті, маған бермеш ол помещениені, маған бермеш ол үйді деп, өзі неосознанно сондай дұға жасап жүр екен. Сол себептен де біліңіздер, ең алдымен сіздердің мақсаттарыңыз орындалу үшін, сіздер бір табысқа жеткілеріңіз келсе, оңай ақшаның келу үшін, ең бірінші ішіңіздегі, жүрегіңіздің түбіндегі ішкі мына халді өзгерту керек екен ғой. Ол хал деген не ол? Ол сезімдер ғой, қорқыныш сезімі, күмән сезімі, Аллаға сенбеу сезімі, Алла тағала туралы дұрыс емес ойлау сезімі. Мысалы, Алла тағаланың 99 есімі бар, оның ішінде Әл-Карим деген Алла тағаланың жомарт деген есімі бар. Бірақ бүкіл әлемдегі адамдар Алла тағаланы жомарт деп көрмейді ғой. Вот реально ғой. Сөзбен айтады, Аллах жомарт дейді, бірақ ішіне келгенде, практикаға келгенде, о жомарт екеніне сенбейді. Мысалға бір қазір бизнесті бастап кетші десе, қазір мына вложение салшы, ақшасы болып тұрса, ана ішіне қорқыныш, күмән, Аллах маған бермейді деп ойлап тұрады да. Ол өзі Алланы Әл-Карим деп көріп тұрған жоқ. Керісінше маған бермейді Алла тағала, ол саран деп көріп тұр да. Өтірік бүкіл адамдар сөзбен айта береді негізі. Біз тіпті дұға жасаған кезде де бүкіл нәрсені айта береміз сөзбен. Ананы берш, маған берш деген сияқты. Мынаны алғым келеді, ананы алғым келеді. Бірақ жүректің түкпіріне келген кезде, ішкі халге, настоящий өзімізге келген кезде, біз басқа нәрселер айтады екенбіз, оказывается. Біздің жүрегіміз басқаша сөйлейткен, аузымыз басқаша сөйлейткен. Сол себептен ең бірінші ішкі халіңіздегі сол сезімдерді анықтап алу керек екен, ішкі халді реттеу керек екен. Осы нәрсемен сіздерге бөліскім келген. Мен қалай осы ішкі халді ретке келтірдім? Реально вот өмірім 180 градусқа өзгеріп бастады. Қысқа уақыттың ішінде кәдімгідей үлкен, который бір 10 жыл, бір 20 жыл кететін мақсаттарға қысқа ғана бір айдың ішінде жетіп бастадым. Вот реально Аллах куә. Сол себептен де мен сіздерге айтқым келеді. Уақыттарыңызды босқа созбаңыздар. Ең бірінші ішкі халді реттеңіздер. Мақсаттарыңызға Алла тағала өзі жеткізіп береді. Алла тағалаға бұл өмірде мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Бәрі мүмкін. Кун фаякун деген аят Құранда өте көп келеді. Яғни оның мағынасы Алла бол десе бір нәрсе ол бола қалады. Любой Алла тағаланың әл-халақ деген есімі бар да, сәт сайын жаратушы. Яғни сенің ішіндегі ішкі халіндегі дұғаңа қарай, қалауыңа қарай, сен үй қалап тұрсың ба, соған Алла тағала жаратып береді. Соған байланысты ситуацияны жаратып береді, соған байланысты адамдарды жаратып береді, соған байланысты бүкіл мүмкіндіктерді жаратып береді. Алла тағалаға это не жалко. Қаласа форточкадан бере салады деген ұғым бар ғой, вот ол шын екен да. Просто біз ішкі халімізді реттеуіміз керек екен. Сол себептен де Алла тағала Құранда мен сендердің іштеріңе қараймын, сырттарыңа емес, жүректеріңе қараймын, сырттарыңа емес деп көп айтқан екен. Енді мен сіздерге қазір осы ішкі халіңізде қандай қорқыныштар бар екенін анықтауға арналған күшті бір техникамен бөлісемін. Ол үшін просто
осындай бір блокноттарыңызды аласыздар, и ручка ғана керек, осы екі зат ғана қажет, и кішкене ғана уақыттарыңызды бөліп, фокустарыңызды осы нәрсеге арнасаңыздар, осы техникаға, потому что ойларыңызда әртүрлі сан түрлі ойлар, бір нәрсе мешать етіп тұрса, қазір фокус қойып жасай алмай қаласыздар. Ең алдымен дәптертеріңізді ашасыздар да, ручкамен жазасыздар. Бір мақсатты алыңыздар. Мысалы, үй алу деген мақсат делік, немесе көлік алу деген да. Мен осындай көлік алсам, бүйтіп жазыңыздар. Мен осындай көлік алсам, өздеріңіз мақсаттарыңызды жазыңыздар. Мен осындай мақсатқа жетсем, қандай өмірімде қорқынышты, ұнамсыз, негативті нәрсе болуы мүмкін деп сұрақ қойыңыздар. И ойыңызға келген нәрселердің барлығын ішіңізге келеді, жүрегіңізге бір шыға бастайды да, ақылға салмаңыздар, анализ жасамаңыздар. Просто ойыңызға, ішіңізге келген нәрселердің бәрін, бүкіл қорқыныштардың бәрін тізіп шығыңыздар. Тез жазып шығыңыздар, как фрирайтинг сияқты жазып шығуларыңыз қажет. Мысалға, мен жаңағы егер үй алсам, осы қалауымдағы 300 миллион теңге тұратын үйді алсам, қандай ұнамсыз нәрсе болуы мүмкін деп сұрақ қойған кезде, мендегі жаңағыдай нәрселер шықты. Ол үйді алсам, мен көп жұмыс жасау керекпін, ал көп жұмыс жасасам мен шаршап қалуым мүмкінмін, мен тәкаппарланып кетуім мүмкін, сол үйде тұратын болсам, мен осындай болып кетуім мүмкін, өзінше болып қалуым мүмкін. В общем, бүкіл ішіндегі жаңағыдай бір неше түрлі ойларының барлығын просто қағазға түсірулеріңіз қажет. И ол вот сіздің ішіңіз сол шыққан ана қағазды оқисыздар, біреуде 1-2 бет шығуы мүмкін да, біреуде бір кішкене ғана 5-6 пункт шығуы мүмкін. Қандай нәрсе шықса да, біліңіздер, осы нәрсе сіздің ішкі халіңіздегі тұрған бір блок. Соны сіз реттемейінше, сол нәрсені алып тастамайынша, ол мақсатқа жету сізге қиын болады. Потому что именно сол қорқынышпен сіз күнде Алла тағалаға кері дұға жасап жатқан болуыңыз мүмкін. Сол себептен де осы техниканы міндетті түрде жасаңыздар. Ол үшін фокустарыңыз прям сол нәрседе ғана болу керек. Ақыл қоспаңыздар, ойланып, қандай менде қорқыныштар бар еді деп ақылға салып қажет емес. Потому что ақыл бізде шектеулі. Біз ақылдағы нәрсені жазбаймыз қағазға, я. Сіздер ішкі халіңізде, ішіңізде түп санаңызда тұрған нәрселерді шығаруыңыз керек. Реально вот өзіңізге просто сұрақ қойсаңыз, оны бірақ міндетті түрде жазып жасауларыңыз қажет. Просто ауызбен айтып, отырып, аспанға қарап жасайтын болсаңыздар, ол шықпайды. Міндетті түрде жазып жасауларыңыз қажет. Жасап көріңіздер, кейін комментарийға өздеріңіздің шыққан қорқыныштарыңызбен, қандай нәрселер шықты, нәтижесімен бөліссеңіздер екен деймін. Барлықтарыңызға сәттілік. Осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, көп үлкен алғысымды айтамын. Алдағы уақытта сіздерге осындай тегін тағы да басқа ақпараттармен бөлісіп отырамын. Ол үшін менің каналыма, менің инстаграмыма, барлық осы әлеуметтік желілеріме тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.